Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? География пәнінен 8-ші сыныпта кезекті сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы географиялық зерттеу әдістерінің түрлері. Сабақтың мақсаты. Бүгінгі сабақта зерттеу әдістерінің негізгі түрлерімен далалық, картографиялық, теориялық танысып, мәнін түсінесіздер. Сонымен қатар, географиялық зерттеу әдістерін қолдану жолдарын үйренесіздер. 7-ші сыныпта географиялық ақпарат алу тәсілі әдіс екенін білдіңіздер. Географияда бірде-бір әдіс жеке дара қолданылмайды. Әрбір әдіс басқа әдістермен бірге қолданылған жағдайда неғұрлым нақты және дәлелденген нәтиже алуға мүмкіндік болады. Атақты географ Баранский бұл туралы біреуі басқаның орнына емес, біреуі басқалармен бірге деп жазған болатын. Осы тақырыпқа бастама болатын зерттеу әдістері бейнеролигіне назар аударамыз. Жер бетінің ауданы шамамен 150 миллион шаршы километрге тең. Жер бетінде таулар, ормандар, мұхиттар, шөлдер және қалалар бар. Жердің бетінде тұрып, айналаны анық көру мүмкін емес. Сол себепті адамзат әлем мен оның ерекшеліктерін сурет арқылы көрсетудің түрлі тәсілдерін ойлап тапты. Картография немесе карта сызу жаңа тәсіл емес. Ерте кездегі үңгір ішіндегі суреттерден бастап, ежелгі Вавилондағы карталарға дейін, ұлы географиялық ашылулар кезеңінен 21 ғасырға дейін адам баласы жүріп өткен жолын кескіндеп, бағыт-бағдар алу үшін картаны ойлап тауып пайдаланған. Тақырыптық карталар түрлі географиялық мәліметті, мысалы халық саны мен тілдердің таралуын сипаттайды. Дәстүрлі карталар кеңінен қолданылса да, қазіргі карта жасау технологиялары әлемге жаңаша қарауға мүмкіндік береді. Біз сіздермен бірге географиялық әдістердің негізгі 3 тобымен танысамыз. Далалық әдістер, картографиялық әдістер, теориялық әдістер. Далалық зерттеулер арнайы әзірленген бағдарламалар бойынша жүргізіледі және аумақты тұтас зерттеуді, маршруттық бақылауларды қамтиды. Ұйымдастырылуы бойынша далалық зерттеу әдістері экспедициялық және стационарлық деп бөлінеді. Олардың басты айырмашылығы экспедиция мерзімдік сипатта, ал стационарлар тұрақты сипатта зерттеулер жүргізеді. Экспедиция жұмысы алдын ала бекітілген жоспар мен маршрут бойынша ұйымдастырылады. Экспедицияның арнайы көліктері, қажетті құрал-жабдықтары болуы шарт. Стационарлық жұмыстар зерттеу ауданында тұрақты жұмыс істейтін бақылау станциялары, ғылыми лабораториялар, орталықтар негізінде жүргізіледі.
Далалық зерттеу әдістерді сіздер қалай қолдана аласыздар? Мектеп жағдайында экспедициялық зерттеуді экскурсиялар алмастырады. Ал стационарлық зерттеулер мектеп жанындағы алаңда немесе жергілікті жердегі географиялық нысан маңында жүргізілуі мүмкін. Экскурсиялар барысында тау жыныстарымен және топырақ түрлерімен, өсімдік жамылғысымен, кәсіпорындағы өндіріс жағдайымен танысуға болады. Ал стационарлық, яғни тұрақты түрде ауа райы мен өзен режиміне қатысты деректер жинап, өңдеуге болады. Картографиялық әдістер және оларды қолдану. Зерттеудің картографиялық әдісі бұл карталарда бейнеленген құбылыстарды тану үшін оларды қолдану әдісі. Ол өзінің құрамына өзара байланысты екі тәсілді қамтиды. Бұл әдісті сіздер қалай қолдана аласыздар? Мектепте кең қолданылатын картографиялық әдістер. География ғылымының теориялық әдістері ғылымның дамуымен қатар жетіле түсуде. Теориялық әдістер зерттелетін нысанды танып білу мақсатында ой әрекетіне негізделетін әдістер жиынтығы. Бүгін біз теориялық әдістердің кейбіреулерімен нақты танысамыз. Жүйелеу мен жалпылау әдістері бір-бірімен тығыз байланыста. Жүйелеу нысанның элементтеріне тән ерекшеліктерін анықтаса, жалпылау нәтижесінде нысанның жалпы қасиеті анықталады. Географиялық зерттеулерде ерте кезден бастап қолданылып келе жатқан ең кең тараған әдістің бірі салыстырмалы географиялық әдіс. Бұл әдіс Геродот, Страбон, Аристотель еңбектерінде қолданылған. Ғылыми тұрғыда бұл әдістің негізін неміс ғалымы, әйгілі саяхатшы Гумбольдт қалап, осы әдісті пайдалану нәтижесінде табиғат кешендерінің басты заңдылықтарын анықтады. Балалар, бүгінгі сабақта өткен материалдарды пайдаланып, сабағымызды бекіту мақсатында келесі тапсырмаларды орындайық. Тапсырмаларды орындап, қандай әдістерді қолданғанын анықтаңыздар. Бірінші тапсырма. Біздің еліміздің ең құнарлы топырағы қара топырақ. Мысалы, сіз солтүстік Қазақстан облысында көкөніс және жеміс-жидек дақылдарын өсіру үшін бау-бақша телімін сатып алуды шешкеніңізді елестетіп көріңізші. Ойлаңыздаршы, атлас картасының көмегімен жер телімін қай елді мекеннен сатып алған дұрыс? Екінші тапсырма. Гималай және Альпі тауларындағы мұздықтардың түрлерін салыстырыңыздар. Бұл тапсырманы орындаған кезде географиялық зерттеу әдістерінің қандай түрін қолдандыңыздар? Дұрыс. Салыстырмалы географиялық әдісті. Үй тапсырмасы. Құрметті оқушылар,
Google Maps картасының өз ауылдарыңызды, қалаларыңызды тауып, жер бедерін сипаттаңыздар.